Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, құрметті бауырлар. Біз Алла Тағаланың қалауымен кезекті подкастымызды жазып жатырмыз. Бүгін бізде қонақта Әбілқайыр Мәдиұлы. Бұл кісімен біз алдында бірнеше кездесіп, ой болды, туындады подкаст жүру жайлы. Подкастымыз тақырыбын бірден айтып кете салайық. Қаржы сауаттылық жайлы болады. Енді жеке адам қаржы сауаттылық жайлы жаңа түсіндіре кетейік, бірден айтқымыз келіп отыр. Біз үлкен кәсіпкер емеспіз. Енді халыққа жақын болуға тырысып, біз ол жолда емеспіз. Енді ашық айтатын болсақ, мен өзім жеке көлігім де жоқ, өзімде әлі жалдама пәтерде тұрамын. Андай біз үлкен бай емеспіз, айтып келгендер жалпы бұл подкаст көрмей ақ қойыңыздар. Ондай емес. Бір айтып келген нәрсе, неге олай ой туды дейтін болсақ, біз мешітте қызмет істейміз. Мешітке көп адамдар келеді. Әртүрлі сұрақтармен, әртүрлі мәселелермен. Сол ең көп келетіні, әсіресе менің неме бататыны, жаным бататын нәрсе, үлкен кісілердің осындай кредитім бар еді, соны жауа алмай жатырмын, мешіт тарапынан көмек бола ма деген сұрақтар өте көп келеді. Енді біздің қоғамда болып жатқан жайттардың бірі. Екінші, енді біз Алматы облысында жаңа пәтуа бөлімінде жауапты маман болғаннан кейін көп ерлі-зайыптар келді біздің алдымызға. Сол ерлі-зайыптарында енді отбасы бөлімінде сәл тұрады, аз тұрады. Соның себептерінің бір себебін ашын айту керек, қаржы жетіспеушілігі. Yani сол мәселеде өте көптеген проблемалар туындайды, тағылар орын алады. Енді қазір подкаст барысында айтып кетеміз, халықтың арасында кейбір қаржыға қатысты кейбір мәселелерді және шариғаттың соған қатысты үкімдерін. Менің сізден сол сұрайтын бүгінгі біздің подкастымыз осы қарапайым адамдар. Қарапайым деген кезде енді бәрі дәулетті болсын, бірақ дәл қазір жаңағы тауып отқан табыс сонда үлкен көлемде емес. Және екінші, бұған осы подкаст түсіруге ой тастаған ең соңғы себеп ол мынандай болды. Өткенде бір кісі хабарласып, мен кәсіппен жүрген кісі, соны хабарласты, осы сіздің дәрісіңізде, яғни мен нұрбарақ сабақ береміз шәкірттерге. Соны бір шәкірт осында ақша алып еді, әлі бермей жүр дейді қарызға. Енді шәкірт адам, студент адам қарыз алып кіріп жатыр да. Байқасаң, сондай нәрсе бар шәкірттерде де. Енді шәкірт кезеңде қарызға бататын болсаң, оқып бітіріп шыққан соң қанатың кәдімгі не ғой, қарыз дейтін байлап тастайтын дүние ғой. Сол менің мақсатым, Әбілқайыр ұстаз, енді сіз өзіңіз білеміз, прогрессивті мұсылман, басқа да курстар ұйымдастырасыз, және осындай тақырыптарда әлеуметтік желіде пайдалы насихаттарыңызбен, ойларыңызбен бөлісіп жүрсіздер. Бүгінгі мақсатымыз сондай болса. Жауабым, мысалы, студент, стипендия алатын адам, көп уақытын ілімге арнайтын адам, және екіншісі орташа көлемдегі. Яғни жауабым, білмеймін, 150-200 мың болсын, 300 болсын хотя бы. Осы көлем тауып жүрген адамның қарызға батпай, қайтып өмір сүрсе деген неде бір лайфхактарыңыз болса, ұсыныстар айтқан болса, және шариғат шеңберінде осыны талқылауға тырысық. Мен андай үнемі айтамын ше. Ең мықты уағызшылар намаз бастағанда көп болмаған адамдар. Қатты терең шариғат оқып кетпеген адамдардың кей кезде уағызы өтімді болады. Не үшін? Өйткені олар намазсыз кездерін ұмытқан жоқ әлде дейді. Тура сол сияқты кей кезде мен өзімде бір жеке қаржылық бір кеңестер басқа алған уақытта, кей уақытта маған өзі де қарапайым табыс табатын қатардағы адамдардың кейбір кеңестері өтімді келеді ше. Мен білмеймін не екендігін. Мүмкін менің ойымша себептердің бірі өзі де жақындаған мысалы тым қатты алыс емес. Ол да осы күнделікті қарапайым темалармен ұшырасқан. И мен ойымша ол жақсы түсінетін сияқты, бағана қарызға кіріп отқан адамның жағдайын жақсырақ түсінетін сияқты. Ал сен уже жоғарғы деңгейге тым қатты инвестиционный жаңағыдай кәсіпкерлік деңгейге қатты шығып кеткен уақытта уже кішкене ұмыта бастайтын сияқтысың. Жаңағыдай қарыз алуға тура келу, яғни обет ішу үшін қалай болатындығын. Бірінші мәселе мынау, маған әдетте көмектесетін нәрселер. Мен ақшаны наличкада ұстауға тырысамын. Енді бізде осы курстың ішінде де бар, осы жеке қаржы мәселесі, кәсіпкерлерге арналған, қарапайым адамдарға арналған. Біз наличка снимать етеміз да, и конверттерге салып тастаймыз. Мысал ретінде, мен енді Турцияда өмір сүріп жатқан уақытта, мысал ретінде өзімнің шығынымды есептеген уақытымда, ол жақта менде 150 мыңдай шықты. Айына. Неден бөлек? Негізгі шығындардан бөлек. Негізгі шығындардан бөлек деген кезде қалай? Керісінше қосымша шығындардан бөлек. Негізгі шығындарым 150 мың теңгедей болды. Мысал ретінде сол 150 мың теңге, 170 мың теңге алам. И сосын барып конвертке салам. Менде мысал ретінде бір түскен уақытта тым қатты көп ақша түсіп қалған болатын болса, бірнеше конвертке бөліп тастаймын. Егер де мысал ретінде 50-70 мың теңге түссе, конвертке салып тастай беремін. 150 мың толды ма, болды, келесі конвертті отырамыз. Ол толса келесі конверт, ол толса келесі конверт деген сияқты. Бұл кімдерге арналған нәрсе? Кірістері бір қалыпты емес адамдарға арналған. Яғни бір түскен кезде 600 мың түседі,
сосын барып бір ай ақша түспеуі мүмкін. Мысалы осы сияқты өнер саласында жүргендер көбінесе. Иә, мысалы енді өнер саласында немесе жаңағыдай кәсіп саласында да өзі солайынан көп табыстар, немесе бір заказбен жұмыс жасайтындарға сондай мысалы ретінде студенттердің көп жазда жұмыс жасайды да, сосын соған мысалы ретінде бір семестр өмір сүреді, оларға да осы нәрсесі жақсы сәйкес келеді. Яғни бір ақша түскен уақытта бізде, мен бір байқағаным, көбінше біздің бауырларымызда, біз жүрген орталарда, адамдарда көбінше ақша табудан көбінше проблема жоқ. Курсқа қатысқан, бір нәрсе меңгерген, продюсерлікті оқыған, кіріс кіргізуді әйтеуір біледі. Бірақ проблемасы олар соны ұстап қала алмайды екен да. Жақында ғана бір қызық сөз естідім. Ақша табу бір өнер, ақша сақтау бір өнер дейді, бөлек өнер. Сол үшін мысалы ретінде кей уақытта адамдардың жаңағыдай әйеліне ақша беріп қоятын себебі сондықтан. Өйткені ол табу өнеріне өте мықты, әйелі оны сақтау өнеріне өте мықты болуы мүмкін да. Сондықтан екеуі екі өнер. Сен енді асылы енді дұрысырағы еркек болғаннан кейін сен кіріс табуды білсең, сен оны ұстап қалуды да білуің керексің. Бұл әдістердің біріншісі. Маған жақсы көмектеседі. Өйткені не үшін бұл жақсы көмектеседі? Барлығы Каспийда тұрса, мысалы ретінде Каспийда 500 000 тұрса, 500 000 нөлге апарып тастай салуға оп-оңай. Каспийдің ішінде тұрса. Өйткені сен ойлайсың, уақытта менде кей ақша көп. Альхамдулилля, ақша бар. Уайымдамаймыз. Яғни бай адамның режиміне қосыламыз да, сосын қоя бер, өзім төлеп жүремін, там бір жерге барған кезде там ала салып, төлей салып, бере салып деген сияқты осындай темалармен. Сонымен 500 000, 1 200 000 спокойно, айлық шығынды спокойно көтеріп жібере салуға болады. Осындай нәрсе болмау үшін бұның аты импульсивный покупка. Сен мысалы ретінде бір ресторанға аяқ астынан барам деп ойлаған жоқсың, ресторанға барған кезде зерттеймін деп ойлаған жоқсың, біреуге төлеймін деп ойлаған жоқсың, төлеп жібере салдың. Магазинге барған кезде киім аламын деп ойлаған жоқсың, бірақ алып жібере салдың. Бағанағыдай наличка снимать алып, конвертке үйге апарып тастайтын болсаң, сен бір даже киім алғың келгеннің өзінде пока үйге барғанша, ойланғанша, не қылғанша, ертең таң атқанға шейін, ертең ана магазин келемін дегенге дейін сен ойланасың да, еш жиясың. Сосын бар бағанағы анау бізде уағыздың әсерімен тұрып бір уәде беріп қойма деп айтады ғой, мысалы ретінде тура сол сияқты. Сен магазиннің жаңағыдай әсерінен шығасың ғой үйге барғаннан кейін барып. Сосын бар үйге барғансың ойланасың да. Зачем маған ол куртка? Менде мына жерде нормально басқа 4-5 куртка тұр екен ғой. Ол куртканы сатып алмай ақ қойсам болады екен дейсің, соны сатып алмай ақ қоясың. Импульсивный покупкадан құтқарады. Екіншіден, адам уже артында уже бірнеше айдың жаңағыдай ақшалары тұрғаннан кейін бір қимылдаған уақытта аяғы нық болады да. Мысалы ретінде мен бір жобамен айналысатын болсам да, бір іске кіретін болсам да, немесе өзімнің сүйікті ісімді, немесе дінге сай ісімді, уақытымды жеп қоймайтын ісімді, шариғат білімдерімен айналысуға уақытым болатындай жаңағыдай жұмыстарды таңдайтын болсам, мен уже кішкене спокойнылау боламын. Мысалы ретінде маған қай біреулер бір жігіт жазып жатыр, біз енді араб тілі орталығы ғой, біз араб тілін оқытамыз. Сол уақытта бір жігіт жазып жатыр, егер де рұқсат етсеңіз, мен ертеңге кешкі сабақтан сұранайын деп едім дейді. Не үшін десем, мен андай видеографпын дейді, ертең кешке заказ түсіп тұрады дейді. Мен ол заказды алмасам, мен сіздің анау курстың ақшасын төлей алмай қалуым мүмкін болып жатыр дейді. Мен айтамын, лучше сен ақшаны кешігіп төле деймін да, чем ол сабақтарын үзіп алғаннан гөрі деймін. Өйткені сабақты бір үзіп алсаң үзіліп қалады, енді сіз жақсы білесіз мұғалім ретінде. Лучше сен кешігіп төле деймін да. Яғни маңыздырақ сол. Сол сияқты моменттерде сен уже қылпылдамайсың, уайымдамайсың, спокойно боласың, өйткені алдыға 6 айлық сенде ақша шығып тұр. Енді бірінші ең әуелгі мен жаңа адамдарға әдетте кеңес беретін нәрсем осы. Енді прямо қатты көмектеседі шынымен де. Наличка ұстаңыздар. Наличкамен есептесу қиынырақ қазір. Чем андай бір Каспиймен бір нәрсе есептесуге қарағанда аналар зайчик таппайды, басқа алады, не алады, ұрды. Сен үйге барып алып қайтуың керексің, артық шығыннан құтқарады. Былай айтқанда, ақшаны тез жұмсап қоятын жолдардан сақтанатын болсаң, ақшаның сақталуы есе ұзаққа апаруы мүмкін. Әлбетте, 100%. Бұл енді сақтауға байланысты нәрсе. Енді жай ғана сақтау кей кезде жеткіліксіз. Сенің айлығың мысалы ретінде 200 000 теңге болатын болса, орташа айлық 200 000 теңге. Тіпті енді орташа айлық деп білмеймін айтуға келем екен. Егер де мысалы Алматыда тұратын болсаң, орташа емес 200 деген сөз сәл аздау. Бірақ жалпы 200 000 теңге табасың дейік мысалы ретінде. 200 000 теңге сен қанша жерден экономдасаң да ол жетпейді. Осы жерде біздің қазаққа жиі кездеспейтін бізде бір қызық нәрсе бар. Біз бір жерден ақша түссе болды. Екінші жер іздемейміз. Неге екенін білмеймін. Екінші жұмыс табыс көзін іздемейміз. Хоть мелочь болса да, хоть кішкентай болсын, бір табыс көзін іздеуге тырысқан жақсы. Мысалға, енді бір заработок ретінде де болуы мүмкін, екінші жұмыс ретінде де болуы мүмкін. Мысалға, мен Нұр-Мүбаракта оқып жүрген кезде барахолкадан енді маған зубный паста керек болды. Сөйтіп барахолкаға бардым. Сосын бір емес, сразу 6 зубный паста сатып алдым. 250 теңгеден ба бір нәрседен. 200 теңгеден сатып алдым айтпақшыдай. Сосын келдім да әрқайсысын 250 теңгеден саттым. Сонда анау қалғандарын сатып жүрген кезде үстіне 50 теңгеден қалмай ма? Сонда мынау маған тегін келгендей болды да.
алу сату қарапайым нәрселер. Мысалға тағы біреуінде мен мысалға 1500 теңгеге принтер сатып алдым. Бушный ескі, тоже бархолканың ар жағында бүкіл қолданған бизнестің барлығы сол жақта қайнап жатыр ғой. Барып сол жақтан алып келдім да, сосын кейін соған қағаз шығардым, соған басқа қылдым. Әдетте мысалы менің қасымдағы студенттердің барлығы сол уақытта 5 теңгеден 10 теңгеден рефераттық қағаздар шығарып жүретін. Сөйтіп жүріп оп оңай 1-2 принтердің ақшасын спокойно шығарып тастай салатын. 1500 теңгеге емес, нормальный принтерлардың. Бағанағы нәрселер маған жақсы көмектеседі. Сол үшін екінші мен обычно кеңес беретін нәрсе ол қосымша бір табыс көзін шығару. Хоть қандай болсын. Любой адамның қолында бір табыс көзі бар. Кез келген адамның қолында. Сіз үшін мысалы ретінде қосымша кітап жазу болуы мүмкін. Өйткені енді сіздің уже бір экспертностыңыз бар. Экспертіңіз жоқ болатын болса, бір заттарды арендаға беру болуы мүмкін. Немесе егер де арендаға беру болмайтын болса, біреуге бір нәрсемен көмектесу болатын болсын. Қызметтің қандай да түрін ұсыну дейсіз ғой? Кез келген сырттан табыс кіргізудің жолдарын артығырақ көбірек шығаруға тырысу. Өйткені енді бұл бір жаңа бір нәрселер емес, мен айтып жатқаным, өте қарапайым нәрселер, бірақ кей кезде ойға келмейтін нәрселер. Адам жаңағыдай қарыз қысқан уақытта бір кей кезде осы сияқты бір қарапайым нәрселер ойға келмей қалады ше. Үшінші мен айтатын обычный нәрсем ол дұға. Мені прям осымен бұрын қатты қарызданатынмын, өте қатты қарызданатынмын. Сол қарыздардан мен құтылуыма бірден бір әсер еткен сол дұға болды. О жарылушы ем, уайым жеуден, қайғы қасіреттен, дәрменсіздіктен, жалқаулықтан, қорқақтан, сараңдықтан, қарыз қайрашын батуын және мына зорлық зомбылығын сақтай көр деп осы дұғаны айту стабильно айтатынмын. Таң намазынан кейін, асырдан кейін, әлі күнге шейін айтамын. Қанша жыл болды, альхамдулилля. Бұл адамды кәдімгі қарыздан құтқаратын дұға. Сахабалардың бірі пайғамбар саллаллаху алейхи келіп, менде қарыздарым осымен жаңағыдай мазалап кетті деген уақытта мен саған онда бұл дұға үйретейін ба деп осы дұғаны үйреткен. Бұл дұға мәселесі. Және төртіншісі ең ақырғы мәселе осы жаңағыдай қайта кредитке, қарызға мынаған кіргіздіре беретін нәрсе. Мына құлақпен көзден кіретін нәрсені абайлау. То есть айфонның видеолары, там жаңа машинаның видеолары, бір нәрсенің видеолары. Сен былайғы уақытта түк машинаға қызықпайтын адам болсаң да қайта сол машина туралы видеоны көре берсең, таным, махаббат туындатады да. Сен ананы таныған сайын сенде махаббат пайда болады, ананы алғың келіп, кәдімгі ішің қайнап, сол үшін кредит іздеп, қарыз іздеп, ақша іздеп сөйтіп кетесің. Сондай нәрседен абайласаң, мен жалпы осы 4 нәрсені обычно жиі кеңес беремін. Осы 4-еуін пайдаланып көріңіз, иншалла көмек тиюі керек деп. Алла разы болсын. Енді екеуміз де ұстазбыз ғой енді. Аллаға шүкір сондай шәкірт тәрбиемен айналысып жүрік. Алла тағаланың кәлимасын жеткізіп жатырмыз. Алла тағала иншалла соңғы дейміз қанша сол қызметте жүріп нәсіп етсін. Біз Мысырда оқып жүрген кезде алғашқы кезде жаңағыдай адамдарға діни кітаптарды немесе түсінбеген дейміз, оларға жәрдем ретінде жаңағы аудио немесе видео форматта қылып жазып жүрдік, жіберіп жатырдық. Кейіннен бір кісіге көмектестік, сосын 2 кісіге көмектестік. Сосын неге кішкене аудиторияны көбейтпеске деп, кейіннен жаңағы аз-маз курстар істеп сөйтіп бастадық та. Сол кезде менің қолымда iPhone 5s болатын. 5s болатын. Кейіннен iPhone 5s енді неге түсті, жаңағы мотоциклмен келеді, андай кішкене жолда аварияға ұшырап қалды, сонымен 5 бетпен қалды, жарамай қалды қысқасы видео түсіруге. Кейіннен ақша жинап, енді ақша барып Redmi сатып алдық. Сол Redmi'мен біз көп курстар түсірдік. Енді Redmi'мен не жоқ, андай лампалар жоқ, біз шынымен де андай үлкен не бар ғой, жаңағы лампочка бар ғой, сол үлкен провод сатып алып, соны жарық қылып сөйтіп түсірдік. енді үйде жаңа не бар, тақта бар, сауық. Енді қысқасы түсірді. Енді сол нәрсе біздің Мысырда оқуымызға, енді бала шағам өз шығындарымызға бір жау болды да. Кейіннен елге келгеннен ойладым, енді не істеп, реттеп, мынау iPhone 12 алдық. 12 алдық. Ойладым да, мен қазір енді iPhone алатын болса, менің жаңағы контентім күшейеді, сапасы күшейеді деген сияқты ой кетті. Бірақ негізі сол Redmi-мен түсіргенге қарағанда, мынаумен аз болып қалды жұмыс. Енді қазір кезден көремін да, көптеген шәкірттер көресің, мысалы өткенде бір бауырымыз қызмет істейді, оқып бітірді, енді 1 жылға болды ма бітіргенде. Жақсы жұмыс істеп жүр, табысы бар. Сол бүкіл табысына барғанда iPhone 13 Pro ма сонда сатып алған. Сөйтеді, не үшін деген кезде контент түсіремін, анау деген сөз айтады. Енді ол нәрсе біз шәкірттердің арасы көп қой, негізі сіз де бересіз, мен де беремін. Осындай саудалар, немесе жаңағы үлкен сомада заттар сатып алу, не айтасыз? Бұл енді тек қана шәкірттер емес, соның қарапайым халықтың арасында да жаңағы контент істеймін, деп iPhone-ға жабысып алғандар бар ғой негізінде. Мен өз тәжірибемді бөлістім. Менікі алдамшы болып шықты.
кейінгі кезде жаңағы енді жақта жоқ, бірақ сонда да кейбір кезде ойлайсың ғой, қазір макбук сатып алатын болса менің жазатын нем артып кетеді деген сияқты, немесе сұмдық монтаж жасаймын деген сияқты. Бірақ негізі не ғой, қарапайым құралмен сол HP-мен де немесе жаңағы Lenovo-мен істеуге болатын дүние ғой негізінде. Бірақ халық осы нәрсеге алданады. Осыдан құтылу немесе дұрыс шешім айтсаңыз. Иә, мен бұл нәрсе өте көп естимін. Шынымен де осы көп айтылады. Айфонға сеніп қалмаңыздар, камераға сеніп қалмаңыздар деп. Менің жеке көзқарасым наоборот сол айфон алудың дұрыстығын қолдайды ше, жеке тәжірибем. Өйткені мен айфон сатып алғанға дейін енді шыны керек қатты съемкаға қызыққаным жоқ. Қатты съемканың адамы емес едім негізінде. Кейіннен мен ақшам бір түскен уақытта макбук алдым. И то ақшам түскен кезде қалай? Бір жігітпен келістім. Мен енді банктен рассрочка алмаймын да. Сосын бір жігітке сұндым. Давай былай қылайық. Сен макбук сатып ал. 440 мың теңгеге. Сосын маған оны сат 660 мыңға. 200 мың теңге қосып үстінен. Байға такситпен. Бірақ мен сен оған оны айма ай бөліп төлеп тұрайын 33 мың теңгеден дедім. Жақсы дедім. Мен краз онсыз да ақшамды қай бизнесқа саламай жүрген едім. Сен бизнесіңнен менде қанша 30% маржа жақсы екен, нормально. Жасайық деді. Жоқ, мен қанша 440 қалып берді. 440-та сізге 220 мың теңге қосып тұрсың, 50% маржа. Енді бизнес үшін жақсы ол шынымен нормально. Бірақ енді сіз шариғатқа сай амалсыз едіңіз. Иә, мен шариғатқа сай амалсыз едім. Магазин алсаң бәрі де сол баға. Мен ол жаңағындай арзандау жерден барып қарадым да, 440 мыңға таптым. Тамам дедім, жаңағыдай макбук сатып алдық, барып алдым. Ана кісіге 30 мың теңгеден төлеп тұрдым, макбук менде қалды. Макбукты алғаннан кейін біріншіден енді оған дейін компьютерім болды, бірақ менің компьютерім андай еді. Мен диссертацияны кішкентай нетбукпен жазғанмын да, ана мұғалімдер өздері айтады, саған деген мынау педагогика туралы емес, саған сабырлық туралы диссертация жазу керек қой, мынау не мынау компьютерің деп айтатын да. Бірақ әйтеуір ананы алғаннан кейін барып кішкене жұмысым жеңілдеді, енді жұмыс инструменті оңды дұрыс болғаннан кейін жұмыста жүрді. Сосын бір жағынан мен посттар жаза бастадым Инстаграмға. Пост жазамын деп жүргенім өте көп болған. Докторантураның бірінші курсында бірінші рет сол макбуктың себебінен пост жаза бастадым. Сосын қолыма бір ақша түсіп қалған уақытта ойланып тұрдым да, тағы бір досыма ұсындым. Давай сен маған айфон алып бер деп. Ол досым поддержка берген жоқ. Наоборот, сынап не қылып жаңағыдай бір пікірлер айтып қалды. Рендіммен ақ түсіре бермейсің ба, ол маңызсыз ол емес қой деген сияқты. Окей, сен комментарий айтпай ақ қой, сен түсіндім ойыңды дедім да, қоя салдым. Мен сен ақыл сұраған жоқпын, мен саған сделка ұсындым. Сосын бардым да өзіме енді ниетім шынымен де сондай болды. Айфон алып видео түсіре бастау болды. Өйткені мен пост жазып жүрдім более-менее. Посттар менің ғылыми мақала тұғын, кәдімгі сілтемемен, грамотно жазатын. Докторантсың ғой енді. Сосын қолыма бір ақша түскен кезде, аш қалсам да, осыны алып алайын ба дедім да, көршімен ақылдастым. Алып алсаңыз Шәбеке, бәрі де жаратылып кететін ақша ғой деді да. Хоп дедім да, бір айфон сатып алдым. Айфон сатып алған соң, ана енді камера керемет те, мен андай камерамен түсіріп көрмегенмін. Сол съемка қызыға бастадым. Мен ағылшын тілімен келген кезім еді. Ана видеолардың барлығын тауыстым, короче. Шынымен де қалай не түсіру керек, глубина, не глубина, контраст, не контраст, световой схема, композиция. Кәдімгідей полный барлығын кәсіби тұрғыдан полный оқып шықтым. Әлі күнге шейін біршама операторларға айтып тұрамын, сен былай қыл, мынаны былай қыл деп ше. Яғни біріміз түсінісе аламыз да, яғни мынаны былай алшы, мынау бұрышын былай қойшы деп ше. Имеется в виду, біздің проблемамыз, біз задача бере алмаймыз ғой. Профессионалдармен жұмыс жасаймыз, бірақ задача бере алмаймыз. Не керек екендігін айта алмаймыз. Сен уже оқыған соң не керегін айта аласың өз тілдерінде. Сол телефон себебінен қызыға бастадым да, сосын барып эфирге шығып оттым. Камерасы действительно жақсы да өткен. Оның алдында Redmi-мен шыққан бір рет, Нұр-Мубарак университетінің аккаунтынан. Әлі күнге шейін бар Нұр-Мубарактың аккаунтында. Анау деген кәдімгідей көрсеттіңіз ғой не? Иә, көрсеттім ба сізге? Бірінші фирмасы деген. Страшный масқара, калькулятормен түсірілген сияқты, анау кәдімгідей. Екіншісі жаңағы iPhone 11-мен түсірілген. И сол iPhone алғаннан кейін бар, аптасына 2 рет 6 ай бойы шығып оттым. И алғашқы сауданы бірнеше айдан кейін істедім деді, сол бір 6 айдан кейін шығар примерно. Жоқ, 6 ай емес, бірнеше айдан кейін. Содан алғашқы продаж жасадым. Содан түскен продажмен Турцияға барып, сол жақта шейхтардың алдында отырып келдім. Аккаунт жүргіздім, бір шама адамдармен таныстықтар пайда болды, подкасттар, заказдар, нелер, басқалар. Қазіргі не қандай тема болып жатыр? Мен қазір мысалы өткен айда ойбай, мен кей кезде өйстіп кірісін айтып жүре жаздаймын ше.
бірақ кірісімнің 90% менің сол онлайннан түсіп отыр. Егер де мысалы сол кезде iPhone 11-ді алмасам, возможно оның барлығы болмаса еді, скорее всего мен просто сол 200 мың теңге айлық әлемге үшін жүрген болатын. Жоқ, түсінікті да. Мысалы мен де осы неге қатысты подкаст түсіретін алдында жаңағы қаржылық сауатқа қатысты зерттеп көрдім енді. Қандай мамандар бар біздің неде қазақ аудиториясында, осы салада жүргізіп жатқан кімдер бар деп сөйтіп бір-екі кісіге тап болдым. Оның арасында кім деген бар екен? Дәулет Арманович деген ғой. Енді өзін не еді? Реал Преп деп таныстыратын кісі екен. Сол кісі, мен ол кісіге жазылғанмын. Сол кісіні көрдім, сөйтіп ол кісінің бір подкастын көріп шықтым. Өйткені біз енді неден келеміз, Қонаев қаласынан. Біз енді айтқандай жаңағы жолда көріп жүргеннен кейін көбінесе тыңдаумен болады да, енді лекция тыңдаймыз, соны подкаст. Сол кісіні тыңдадық. Енді сол кісі жаңағы бірнеше не айтады, жаңағы 10 правила настоящего хастлера дейді. Өзі қызық кісі. Маңыздысы үшін сол кісі айтады да, енді егер иә дейді, сенің нең қаржың өнім әкелетін болса жақсы ғой дейді. Мысалы үшін контент істейсіз, сізге сәйкесінше сіз өзіңіз сол салаңыз бойынша эксперт екенін дәлелдейсіз, халық көреді, иә, дұрысынан таңдайық, бізге бір проблема шешуге жәрдем береді дейді. Енді көп адам ондай емес қой деп жатыр да. Сол сала маманы болмайтын болса, кейбір кезде андай болып көріне ма біздің қоғамда? Егер сен қолында жаңағыдай қарапайым телефон болса, мысалы үшін, немесе бренд аяқ киім болмаса, мысалы үстінде, сен сол қоғам қабыл етпейді деген сияқты ниетте алатын болса адамдар. Олай алу харам да. Біреуден басымырақ көріну үшін, біреуден мықтырақ көріну үшін алу. Олай киім сатып алу болсын, iPhone сатып алу болсын, біреуден өзінің мықтырақ екенін дәлелдеу ниетінде болатын болса, ол харам. Енді үкімін білесіз. Мен айтып жатқаным, егер ол маман болатын болса, маманға дұрыс инструмент керек екендігі ақиқат. Сол ретінде алса болады. Бірақ топ-нач ең мықтысын алу шарт емес. Жұмысқа жеткіліктісін алу жеткілікті да. Егер де мысал ретінде мен ол уақытта білдім, 6-7 жыл бойы, 8 жыл бойы оқыған нәрсем, оған дейін пәленбай жыл айналысқам, пісіп дайын тұрмын. Офлайн шыққан уақытта адамдарға пайда тигізе алып жатырмын. Маған тек енді тек қана социальный медиаға солмен кіру керек. Мен айтарым бар. Сенімді болған соң бар, мен оған солайдан кірдім. Бірақ егер де мысал ретінде сіз, например, мобилография курсын оқымағансыз, басқа не қылмағансыз, жасамағансыз, бірақ сіз қарап на пустом месте былай чисто барлығымен бірдей болмау үшін, қалмау үшін, или күштілігіне қызығып алатын болсаңыз, онда орынсыз, әлбетте орынсыз. Ол кезде ол келмейді. Мен айтып жатқаным, маман ретінде, мысал ретінде Олжас Қанаевтың то же самое. Ол кісі, мен енді бұрында осы көзқараста болдым да, рәдіме жетеді деген көзқараста болдым да. Өмір бойы Android ұстағам, ешқашан iPhone ұстамаған адаммын да. Сол кезде Олжакең қысылып жүріп, iPhone алып алды. 2010 жылдары где сол кездер ғой, iPhone XR ең шығып отқан кезінде де. iPhone XR алды. Не үшін деп ем? Инстаграм жүргізем деді. Чего? Мен түсіне алмадым оның не үшін екендігін. Іштей, шын айтсам, ол уақытта түсіне алмадым. Ол кезде Инстаграмда ешкім жоқ, біздің балдардан вообще ешкім жоқ. ВК-ның заманауи еще. Қазір ол кісінің 5 жыл болды Стамбулда тұрып жатқанына. 3 бөлмелі пәтерде, 2 баласымен, университеттегі оқу бар, сол жақтағы квартираның ақшасы, басқасы полный тек қана сол Инстаграмнан жаңа iPhone XR-мен жабылып отыр. Сол сияқты егер сен шын маман болатын болсаң, тек қана жаңағы социальный медиаға кіру ғана мәселе болып тұрған болатын болса, сенде телефонды сатып алу сені алғашқы шабыт импульс беріп жіберетіндей болса, онда алуға болады. Ал бірақ егер сенде айтар ештеңең жоқ, сен экспертсің дейік, мысалға сен жеке телефон алмай-ақ қой, барды мысалы саған ең мықты бір камерамен басқа емес студияға бар, бір студияны жалда. Сол студияны жалдаған уақытта сенде айтарың бар болса, пожалуйста, ол кезде телефон ал. Ол кезде ал дейсіз. А егер сен ютубқа кірем дейтін болсаң, немесе осы сияқты бір мәселе болатын болса, онда сен лучше жалдай салғаның жақсы. Готовый подкаст студия, обычный студия, операторлар, мобилографтар. Мобилограф 5 мың теңгеден 15 мың теңгеге шейін түсіріп береді саған видеоны. Егер де андай бір былай отырып түсіретіндей видео болатын болса, тұрақты емес, арасынан бір түсіру үшін болатын болса. Сен даже қазір камера сатып алшы, A7 S3 ал, A7 R ал, ең мықтысын алшы, сен үшін ең мықты деген Blackmagic алып ал. Бірақ сен оның бәрі де өзің түсіре алмайсың қалағаныңдай. Сондықтан ол нәрселер чисто сен уже экспертизға жеткен уақытта әрі қарата керекті нәрселер.
А егер де экспертность болмаса, задача болмаса, на пустом месте сен оны алғаннан пайда жоқ. Конечно, пайда жоқ. Эффект мынандай да мәселе де, мысалы дәл қазір біз жүрген бауырымыз болса ше, сіз сияқты өзін дамытып жатыр, мысалы эксперт болғысы келіп жатыр. Кейіннен енді мысалы үшін қолында Redmi болса, қарапайым Redmi не ғой, жаңағы шаблон нәрсе ғой, міндетті емес. Кез келген телефон бар, бірақ жақсысын алғысы келетін болса, оны барып жаңағы кредитке немесе рассрочка алған сақтанып, одан да не ғой, ақша жинаған дұрыс қой. Мысалы үшін сәтті жаңағы түскен табысы мен жаңағы бірнеше конвертке бөледі дедіңіз ғой, мысалы шығындарына байланысты. Сол сияқты жаңағы табылған табысын бір бөліп, мысалы осы жылға маған контентін күшейту үшін iPhone керек деген сияқты. Мысалы үшін сөйтіп соған алып, соған бір неде целенаправленно дейді ғой, орысша, сөйтіп жұмыс істейтін болса, кейін сол табыс түскен кезде барып алатын болса, адам өзін жаңағы қарызға кіргізбейтіндей және өзінің болашақта қиналып қалмайтындай болса. В идеале солай болса күшті ғой негізінде. Егер де қолдан келіп жатса, ол өте керемет. Мен айтар едім, ол адамның жасына байланысты деп ше. 18 жасқа шейін, 19 жасқа шейін мен вообще кеңес бермеймін ол нәрселерді. Сатып алу, там крупная покупка, там iPhone, камера. Егер де сенің задача, скорее всего, сен 18-19 жаста болуы ықтималдығы өте төмен. 20 мен 30-дың арасында болсаң, мәселе басқа. Кей уақытта сен темаға просто кіріп кетуің керексің. Бірақ 30-дан асқан болатын болсаң, уже оңай керек емес. Ол кезде уже сен 30-дан асқансың, кішкене уже табаның беріктеу, кішкене ойланып қимылдай аласың, өзін ұстай аласың. Сен андай бір давай тығып жіберейік осы проектке деп қимылдайтын жас бала емессің ғой. Сен уже асықпай кәдімгі ақша жинап отырып уже алуға мүмкіндігің бар да. Сол әлдеқайда дұрысырақ. Мынандай білесіз ғой, былтырдан бастап Нұрмұратта енді біз енді қосымша сабақ береміз, енді ресми емес. Шәкірттер сабақ беріп жүр. Мен алдымда былтыр шәкірттер көп еді. Шәкірттер көп болатын. Биыл азайды. Енді биыл біз сол былтырғы бауырларға биыл жаңа күрделі кітаптан өтеміз ойладық, жаңа Оқыды ресми муфтидан өттік, Нұсхат Назар. Естідім, Оқыды ресми муфти біз малдар оқыды естідім мен де. Сосын жаңа неден Дауыл Мағали сияқты кітаптарын бітірді, енді өзін бір әжептәуір сол кітап бітіретін болса, адам бір эксперт болып шығатын кітаптар негізінде жақсы кітаптар. Әсіресе не Оқыды ресми муфти ол білмеймін, енді біз Нұрмараттың қабырғасында бірінші рет өткен шығар деп отырмын. Жоқ, өтілген, бірақ оны Асқардың шайхтары өтетін. Нұржан ағалар мысал ретінде тоже өтті. Аллаға шүкір. Онда жалпы сондай ой келеді, біздің Нұрмарат бітірген жігіттер сол кітапты оқып шықса деп. Енді бұл подкаст дәріс жайлы емес, бірақ айтмай нәрсе не еді, менің шәкірттерім саны азайып кетті. Күрт азайып кетті. Және сұрастырсаң, біреуі бір жерде мобилограф болып жүр, біреуі бір жерде видеограф болып жүр, біреуі тағы бірдеңе істеп жүр, тағы бірдеңе істеп жүр. Мен айтамын да, енді шыдау керек қой деймін да. Енді қазіргі кезде енді әртүрлі жаңа маркетингтің несі ме, әлі шынымен де мұқтаждықты білемін, бірақ көп шәкірттер кетіп қалған. Оны біздің ұстаздар бүйтіп айтатын да, олар көгермей жатып пісіп кетті депші. Яғни шәкірт әлі бір саланың маманы емес, мысалы 4 жыл немесе 3 жыл берді ғой неге ислам тануға, соған қарсы мысалы ілімдерін меңгермей жатып басқа салаға ауысу жер. Енді бұл не тікелей қаржыға да байланысы бар деп ойлаймын да, кейбір соны аштап кетсек, бұл ход қаншалық дұрыс. Мен үнемі айтатын мәселелердің бірі осы бәке. Мен балаларға үнемі айтамын. Осы жасқа дейін экспертіңізға жұмыс жасаңыздар деп айтамын. Кемінде 25 жасқа шейін. Мысалы ретінде сен бір салаға өзіңді арнадың ба, например, исламтану ма? Исламтануға сенің өзіңнің экспертіңізді дамытуға уақыт арна, кәдімгідей сабыр қыл. Мен мысалға неде тұрғам, жатақханада тұрғам. Жатақханада біз бір мәрте бір доширакта 4 адам бөліп жедік. Бір доширакта 4 адам жедік. Сенесіз ба? Бір бөлмеде мен 15-ші болып кірген бөлмеге. Үш бөлмелі пәтерге мен 15-ші адам болып кіргенмін. Бізде мұндай бөлменің есігі де жоқ тұғын. Есігі жоқ болғандықтан мен бір одеяло тауып соны жауып қойған. Менде матрас болмаған, іздеп жүріп балконда бір жерден бір ескі матрас тауып алдым. Даланың есігі құлыпталмайтын, мен шампурды бетіп қайырып сол шампурмен қыстырып қоятынмын. Қыстың кезінде бірінші этажда тұрамыз. Коридорда кәдімгідей коридордың даланың есігі жабылмайтын да, жел соғатын прямой ішке қарата. Сөйтіп жүріп мен 8.000 теңгеге 7.000 теңгелік кітаптар алатынмын. Ол уақытта стипендия 20.000 теңге. Сен жассың ғой, какая разница? Сабыр етіп өтіп кетіп экспертіңізге кіріп кетсең, эксперт болып алсаң, сен қазір мобилограф болып тауып жүрген, басқа болып тауып жүрген адамнан қарағанда әлдеқайда мықтырақ ақша табасың. Эксперттің
орны мен эксперт емес адамның орны бәрібір де бір емес. Эксперттер аз болады из-за того, что соның ішіне шыдап бару оңай емес болғандықтан. Нұр-Мүбаракта мен 17 майда аяқтадым. Түске шейін біз диплом қарап жүрдік. Түстен кейін мен уже пәтуа бөлімінде қызметте жүрдім. Кейіннен барып Астанаға қызметке кеттік. 3 жұмыс кабинетім болды. Там отельде тұрып аттым, рестораннан тегін тамақ ішіп жүрдім. 500 000 кірістерім бар, 3 бизнестің ішінде жүрдім. Сен эксперт болсаң, экспертке берілетін ақшаның бәрібір де пайыздық көрсеткіші жоғары. Сен басқалар бере алмайтын нәрсені бересің. Жарайды, сен қазір аяқ астынан бір тәжвидтен курс жасап көтеріліп кеттің дейік. Мысалы, әріптерін жаттаудан немесе тағы да басқа. Тағы да осындай бір майда шүйде қатты экспертіңіз талап етпейтін бір саламен көтеріліп кеттің дейік, например. Бірақ бара осы біздің рынок құлап жатыр қазір. Рынокта кімдер қалып отыр? Профессионалдар ғана қалып жатыр да. Шынымен де майын ішкен адамдар қалып жатыр да. Андай өтірік былайынан былай жалпы арықтаудың әдіс-тәсілдері туралы өзінің ой түйгенін бүйтіп айтып жүргендердің барлығы сүзгіден өтпей қалды дағыны. Кәдімгі сол саланың мықты маман, эксперт, дәрігер нелері ғана қалып кетті да, нишада. Ол сүзгіден өтеді. Сүзгіден өткен уақытта сен егер де салмағың болмаса, терең пәнді білмесең, сен сүзгіден өтпей қаласың да қалып қоясың. Сол үшін қазір алғашқы түсіп жатқан алғашқы жарқ жұрқ еткен бір ақшаларға алдан шығып қалмау керек. Менің де өте көп шәкірттерім солайынан шығып қалды Нұр-Мүбарактан. Біршама шәкірттер. Мен оларға ескертіп айтқан жігіттер, абай болыңдар. Болмашы нәрсе ертең бұл рынокқа просто тура көп экспертіңіз талап етпейді. Просто ақшасы көбірек біреу кіріп келсе, бітті сен сыртқа шығып қаласың. Онымен алданба. Экспертіңізге қарата көңіл бөл. Сен басқалар сабақ бере алмайтын нәрсені сабақ беретін боласың. Басқалар айта алмайтын нәрсені айтатын боласың. Басқалар бере алмаған деңгейде беретін боласың. Экспертіңізге қарай талпын деп айтамын да. Сол үшін алғашқы уақыттары сен экспертіңізге өзің сүйгенсің табуыңа, осы бағытқа қарата кіргенің жақсы. Кейіннен барып сен бизнеске кетсең кете бер, разница. Менде мысалы ретінде қазір жарты жұмысым бизнеске байланысты. Оны меңгеріп алу қатты қиын емес. Тем более сен ересек болатын болсаң, ересек деген кезде қалай, мен қартайып кеткен уақытта айтып тұрғаным жоқ, 25-30-ның кезінде меңгерсең, сен уже кішкене ойланып қимылдайтындай, нық баса алатындай, артында сәл-сәл болсын капиталың бар адамға айналып сол күйде кіресің да. Сондықтан олай алданып шығып қалмау керек негізінде, тем более Нұр-Мүбаракқа адам не үшін түседі? Білім. Өзінің жаңағыдай мысалы ретінде жан тыныштығы үшін түседі, дұрыс па? Өмірін бір мәнді өткізу үшін түседі. Сен ондай нәрсені жаңағыдай бір сәл бір ақшаға алмастырғанмен бәрі де бақыт таппайсың. Мен басыма өткен адам ретінде айтайын. Бағана 500 000 тауып жүрдім, 3 бизнес не болдым, басқа неде болдым деп жатырмын ғой. Соның барлығын тастап келіп Нұр-Мүбаракқа 50 000 теңге грантқа магистратура оқыдым мысалға. Жатақханада тұрып студенттермен бірге. Зато тыныш, рас. Ол керемет шынымен де. Біздің үйде кішкентайымыз бар ғой, сосын әйелім айтамын ғой, сен жаңағы кішкентайымыз 4-ші қызымыз Хадишаны емізгенде қандай күйде болсын десем, өзім керек адам сияқты сезінемін дейді. Біреуге пайданы тиіп жатқан айтады, бізде сондай болады деп неде шәкірттер сабақ беріп жатмасаң, шәкірттер әрбір нәрсе жаңа нәрсе білген кезде көздерін от көрген сайын одан соң бергің келеді, өзің бір пайдалы сезінесің. Сол шәкірттер жайлы жақсы көріп кететініміз айтатынымыз осыдан ғой, негізі қозғап жатырмыз. Мен жалпы шәкірттерге де және қарапайым халыққа да сабыр жайлайтын келіп отыр да. Негізі көп деген жаңа мамандар тыңдап отыр. Мен неяқта реклама болмай қойсын, бірақ кітаптар оқып шықтым да, жаңа финансовый грамотасы жазған бірнеше кітаптың бетін шалып шықтым. Бәрінің қателіктері көп, финансовый яма дейді, жаңа қаржылығы негізі қуатын ол асығыс істелген саудалар. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бірінші импульсивный покупка. Мейлі жаңа киім болсын, не болсын, басқасы болсын. Кейбіреулер жаңа неден кейбір қоғамда қалып өтпей қаламын деген сияқты ойлармен де сатып алатындар бар екен. Сол кезде аят есіме түсті, Алла тағала айтады ғой, шайтан яғидукумул фақр, шайтан сендерге кедейлікпен қорқытады дегенше. Кедейлікпен қорқытады деген бізде асығыс баюдан бөлек және де бір қоғамда кедей адам сияқты көрініп қалу деген сияқты түсінікті бар сияқты, соған байланысты итермелейтін сияқты. Мен осы жаңағы қаржыға қатысты жалпы өмірдегі асығыс шешімге еріп кетпеуіне қатысты бір не іздеймін да, жаңағы Құраннан айтылған нәрсе бар екен депші. Енді біздің тыңдайтын аудитория, діни аудитория, енді шәкірттер ғой, енді осы адамға дисциплина маңыздыға қатысты үлкен мақсат үшін аз нәрсемен құрбан етудің керек екеніне қатысты бір қандай нәрсе бар екен деп іздеймін да. Енді мен әдет сондай, жоқ Құранды хатым еткен оқыған кезде ерекше түскен аяттар болсын, немесе қазіргі біздің өмірде болатын сәтке байланысты табатын болсам, андай миым түртіп алады сөйтіпші. Содан сол аятқа қатысты бір немен параллель жүргізіп көремін.
өткенде біз ана не бітірдік қой, имам Ғазалидің 99 көркем есімі алла тағала, соған қатысты бір республикалық көлем бойынша не ұйымдастырамыз, тегін дәрісте ше, алғашқы бітті ол курс. Сол жерде бір курс біткеннен кейін бір кісі келді, профориентолог екен. Сол кісі айтады, біз осы алладан 99 көркем есім үйренгеннен кейін ол жерде имам Ғазалидің несі бар ғой, айтатын жері, осы есіммен алладың пенденің үлесі деген жері. Сол жерге қарсы айтады, жаңағы маман кісі ғой, біз осы есімдерді үйренгеннен кейін, пенденің үлесін үйренгеннен кейін андай не пайда болды дейді. Осы есімдер арқылы адамның жаңағы мамандығын табуына көмектесетін бір не де бар ма екен деп, жолдар бар ма екен деп. Өйткені сіз ана несін байланыстырасыз, есіммен қазіргі өмір, сосын алла тағаланың есімімен жаңағы пенденің үлесіне байланыс жасап жатсыз дейді. Сөйтіп жаңағы кісілер профориентологтардың көбісі неге жүгінеді екен ғой, жаңағы галлоп тест деген бар екен, басқа тест бар екен. Сол жерде connection дейтін нәрсе бар екен да, жаңағы байланыстыру қабілет деген. Сол сізде сондай нәрсе бар екен деп айтып жатыр да. Енді білмеймін, галлоп білім тапсырған емес, бірақ ана эксперт айтқан сөз ғой. Сөйтіп мен Құран аяты есіне кетпейді. Құран аяты қандай аят? Кім? Юсуф пайғамбардың қиссасы. Юсуф пайғамбардың қиссасында Юсуф пайғамбар түрмеде отырған кезде әлгі қасына екі адам шығып кетеді ғой түрмеден. Оның шығатын жері Юсуф пайғамбар айтады ғой, осындай болады деп, енді созғым келмей. Сөйтіп бір күні патша түс көреді ғой. Түсте 7 семіз сиырды 7 арық сиыр жеп жатыр. Сосын 7 құрғақ шөппен 7 нені көреді ғой, кеуді. Құрғақпен дымқылды. Сөйтіп оның түстерін жауап беріп айтады ғой. Әлі екісін білмейді енді, маман емес, эксперт емес. Сөйтіп есте түсіреді, кім бар? Сөйтіп Юсуф алейхиссалам жүріп барады ғой. Юсуф алейхиссалам жүріп барады. Бұның түсін жауап берші деп. Юсуф сыдық шыншыл әфтина деп, бізге осы жайлы айтып берші деп. Сөйтіп Юсуф пайғамбар айтады ғой, қолы осы аяттан айтты, тазрағуна саба синин дәбә деп. Яғни 7 сиыр бар ғой, соны семіз сиырды ол 7 молшылық жыл болады айтады ше. Сөйтіп айтады, қолы тазрағуна саба синин дәбә деп. 7 жыл егесіңдер деп. Және осы жерден дәббә деген сөз түсіндіреді, бұл истимрор деп анадыш. Истимрор деген сөз үзбей деген сөз. Табиғат деген не ғой? Иә, үзбей тоқта. Өйткені дәббә деген сөз бір затты үзбей істеп отыр деп мағына береді. Немесе біреуді үстіне өту деп мағына береді. Кәдәби әлі фирғал деп Құран аятта келеді. Яғни бір затты үзбей істеп отыр деген сөз. Бұл жерде не айтмай жатады? Кер кезде халықтың арасында жүреді, естисің, мысалы бір кісі тұрады, бір жұмыста жүреді, сол жұмыстан бір жақсы табыс табады. Мысалы үшін миллион теңге табады. Миллион теңге қалта түскеннен кейін кетіндер бар, болды деген сияқты жұмыстан шығатындар бар ғой. Немесе сол миллион теңге тапқаннан кейін болды, миллион теңге кетпейтін сияқты қылып күйде болады кейбіреулер, жұмыстан шығады немесе есіріп кетеді деген сияқты. Ал Юсуф пайғамбар айтады, жоқ дейді. Молшыл жыл болатын болса 7 жыл егіңдер деп жатыр. Дәббә деген мағынасы ол үзбей деген сөз да. Тура сол сияқты шәкірттермен ақша деген қатар алмай жүр да. Яғни ілім алып жүретін болсаң үздіксіз ала бер ілімді. Кейбір кезде сен тіпті өзің қатарындағы адамдардан озық болып көрінсең де, тіпті саған сабақ беріп жатқан ұстаздан арып мықты болып көрінсе де, сен ілім алып тоқтатпа деп. Просто қаржымен де сондай не сияқты да. Тапқан таба бер, көбейте бер, тоқтап қалмай деп. Ары қарай Юсуф пайғамбар аят жазады. Фама хасаттум, органдарың болатын болса, фазарух фи сумбулихи дейді. Орған нелерді, бидайларында оны сумбулин қабыршықтар бар ғой, сол сатақ қойыңдар дейді. Мен соны ойлаймын да, қабыршықтан сатақ қойды не деген мағына депші. Сөйтіп мағына неге ол дәл солай айтты деп. Сөйтіп тәпсіршілерге қарасам, имам Насафи айтады, сумбул сыртында қабыршықтар қалып қалатын болса, яхфазу мина сус дейді. Сус деген не екені құрттар бар ғой. Енді мен агроном емес, мен біз Ақшиде жүгері екенбіз, бірақ не екпеген да. Қалай? Не екпеген мүлдем. Бидайшы. Сол айтады да, ненің бидайдың сақталу үшін не керек екен сыртында қабығын тұрады сақталады екен. Қабығын алып тастайтын болса жеп қояды екен. Білесің, мен осы аятты оқығанда қандай ой келді? Қандай нәрсе байланыстыру? Ақшаны инфляция жеп қояды негізінде ше. Ілімде де тура сол сияқты, егер сен оны дамытпасаң, ол да жеп қояды өзінше. Өткенде бір бауырымыз осы Алиасқарда оқыған, неге барған ғой? Умраға. Умраға барса, үлкен ұстаздан бірін кездестіріп сияқты. Соны сұрады, не істеп жүрсің деген ғой. Ана кісі енді неде Қазақстан шығыс жағында жүр, қазір жамағатпен жұмыс істеп жүр, андай шәкірттерге сабақ беріп, сөйтіп өзі жүрген жақта сол айтады, сөйтіп сабақ немен жамағатпен жүріп, дін таратып жүрмін деген ғой. Айтып сен ілім алмайтын болсаң, онда төмен құлдырай бересің депші. Ілімді ана су сияқты айтады. Су тұра беретін болса, ауа келеді, ыстық болады, суық болады, азаяды ғой. Тура ілімді де көбейтетін болсаң, ол азайтпайды дейді. Ана сөзден кейін айтып жатыр, бауырым қатты несе дейді. Яғни ілім ол
бір қалып тұратын нәрсе емес депші. тура сол сияқты ақша да сондай сияқты ғой деймін да негізінде. Көбейтетін болсаң ол инфляция жеп қояды. Иә, бағанада шейх Музер Халфтың да бағана айтып жатқан кешеден бері 3 күннен бері айтып жатқан әңгімесінде сол ғой. Николи замани насибун минат саман деп. Иә. Әрбір уақыттың бағада бір үлесі бар дейді да өзінің. Әр уақыт келген сайын жаңағыдай бағаны көтеріп отырады дейді да. Иә. Әрдайым тадахум, яғни инфляция орын алады ғой. Сол жерде ойлаймын да енді инфляция сақтау енді біз айтады ғой қазір ақшаны сақтаудың жолы мысалы үшін оны жаңағы неге активтарға салу дейді. Мысалы үшін ауылды жердің айтатын болсақ мысалы үшін ақшам болатын болса жаңағы мал алып қоятын болса көбеюі мүмкін деген сияқты. Әркімді әрқалай. Шәкірт үшін деймін да енді ақшаны сақтай қалудың жолы мен ойлаймын ол кітап алу депші. Иә, 100%. Мен кеңес бермеймін, бірақ енді өз өмірден болған нәрсе, бірақ ешкім кеңес бермеймін олай істеуге. Және ана сөз бар ғой, кітап сату қасірет дегенші. Иә. Менде неде Нұрмарат оқып жүрген кезде менде әжептәуір кітап қорым болған. Кейіннен үйленетін кезде ақшадан қысылған себеп кітаптар сатуға мәжбүр болдым. Және сонымен қатар сол Нұрмарат оқып жүрген не магбуг болатын да, оны да сатуға мәжбүр болдым. Енді үйленетін кезде, бірақ ешкім кеңес бермеймін. Құрметті шәкірттер, ондай әрекетке бармаңыздар. Кейін өкініш қатты болады екен. Кітап сатуға болмайды. Бірақ айтын нәрсе кітапта бір не да жаңағы ақшаны сата қалған жол сияқты. Өйткені ілімнен бөлек адамға бір өте көп деген дүние береді. Осы аятты оқыған кезде мысалы ой кетеді да ақшаны сақтаудың жолы. Өйткені имам Насафи айтады, өйткені егер құр тұратын болса ақша жойып кетеді. Сәйкесінше сақтау деп. Енді және кім арғы аятта илля қалим мимма таккулин тек қана аз ғана бөл өздеріне қажет нәрсе. Иә, бұл жаңа Юсуфтың сөзін жалғастыру. Яғни илля қалим мимма таккулин тек қана өздеріңе жейтін ғана аз ғана бөлік алып қалыңдар. Яғни Юсуф пайғамбар былай кеңес береді. Сендер 7 жыл егесіңдер. Өздерің ең қажет нәрсенің бәрін алып қаласыңдар. Ең қажет нәрсе, жейтін нәрселеріңді қалған бір қамбаға сақтайсыңдар. Және Юсуф пайғамбар не ғой сөйтіп істейді ғой. Негізі арғы аятын жалғастырады ғой, кім патшаның өзі айтады ғой. Жарайды, сен жақсы нәрсе айттың. Кімге табыстаймыз ол істейді айтады ғой. Кім ол істейді деген Юсуф пайғамбар өзі жауапкершілік алады ғой. Иә. Өзі жауапкершілік алады. Иә. Мені ғой деп. Мен де. Жаңағы хазайын арты мені неге басшылық ет дейді ғой жерлеріңе. Енді осы жерде Юсуф пайғамбардың несі бар да ары қарай айтатын бізбен істерге жақсы жеті. Енді былайша түсінсек болады кейбір кезде. Мынау жастық шақ бар ғой. Сол Юсуф пайғамбар айтқан бір 7 жыл сияқты несі. Иә, әдемі. Байланыстырып жатырмын ғой. Мен сондай жақсы көремін. Бізге жаңағы күшті мысал екен. Шынымен де Құран айтады өмірімізде байланысты. Яғни 7 жыл бар да сендеші. Сенде мысалы нең бар, потенциалың бар, үлкен ақша істеуге, бәрін құртпа да бірақ. Сол сен ілім алып жатсаң, жинай бер да, қамбаға жинаған сияқты. Өйткені болашақты білмейсің, қандай нәрсе керек болып қалатынын. Мысалы сен исламтануда жүруің мүмкін, немесе бір басшылық саласына кетуің мүмкін, немесе енді болашақ бір ала біледі. Мен ешқашан ойлаппын, мынандай жерге подкаст түсіреміз деген сияқты. Өйткені ешкім білмейді болашақты. Тәрбиенің шапанымен. Тәрбиенің шапаны. Сол сияқты деді, болашақты ешкім білмейді. Сол сияқты жаңа Юсуф пайғамбар айтқан сияқты аз ғана бөрін алып қалып қалған нәрсе адам істей беру сияқты, қалдыру керек сияқты. Тура сол сияқты жаңағы адам аз бөлігін өзіне қажет нәрсені жұмсап, шәкірт кезінде қалған уақыттарын бәрін білімге беретін болса, Алла субхана тағала келін дамытатын сияқты. Кейіннен Юсуф пайғамбар жалғасады ғой, сүмма яти бағда зарик сабға шидат дейді. Кейіннен барып 7 жыл қиыншылық келеді. Енді мен ойлай қоямын, қандай қиыншылық болуы мүмкін депші. Ойлаймын енді шәкірт кезеңде мысалы ілім алып болғаннан кейін макбук сатқызған не қиыншылық болды дейсіз. Үйлену сияқты. Енді ары қарай біз сияқты тіпті сыртқа ілім кететін болсаң, ол жерде қиыншылық келеді тоже. Сол жерде сенің алдыңғы жинаған бэкграунд дейді, бұрында жинаған ілімің кейбір саған қиыншылықтан шығуға мүмкіндік береді саған. Мүмкіндік береді. Сол арқылы сен өзіңді жаңағы 7 жыл қиыншылықтан шығарып алады. Юсуф пайғамбар айтады, содан бері 7 жыл келеді. 7 жыл келгенге алдыңғы 7 жылда сақтаған өрімдер бар ғой, соларды жеп отырасыңдар деді. Тіпті Құранда білесіздер, сол Алла тағала сипаттаған кезде жаңағы осы оқиғаны кезінде Юсуф пайғамбарды лақтырып кеткен бауырлары бүкіл ел мекен жұтқа ұшырайды ғой, неден бидай болмай асып болмай, кейін сол қиыншылық, ашшылық кімді Юсуф пайғамбардың бауырлары алдына келіп қояды ғой. Енді Алла субхана тағала қарасаңыз қандай Юсуф пайғамбардың алдына баяғы жаңағыдай өзінің құдыққа тастаған бауырлары келеді. Ал Юсуф пайғамбарды осы жерде ұтымды еткен нәрсесі жаңағы не ғой, түсті жою, яғни эксперт болуы, және соның нәрсені өз қолына ала істеу. Кейін Алла тағала мысалы арғы 7 жыл кетті. Экспертіңіз плюс жауапкершілікті мойнына алу. Иә. Батылдық. Батылдық.
ары қарай және қарап отырсаң адам бір саланы шыңдай беретін болса әйтеуір түбінде алып шығатын сияқты сол нәрсе ше. Өйткені Юсуп пайғамбардың жаңағы түс жору несі еді ғой, енді қазір тілмен түсінікті болса айтайық, енді Юсуп пайғамбардың Құдай сақтасын несін дәрежесін түсірмей экспертность дейді ғой енді. Түс жору сол не еді, өйткені тіпті патшаның қасына екі адам өзі жорамаған түсті. Юсуп пайғамбар жауап берді, сол ісі оның түбінде жаңағы ақталып шықты. Әйелдер жала жапты ғой, содан оқытылды. Кейін өзінің жаңағы патшаның несін уәзір болатын деңгейге көтерілді. Кейін тіпті керек болса бауырларының өзі Юсуп пайғамбардың алдына Алла тағала әкеліп қойды. Алла тағала айтады баяндайды Құранда, ары қарай сендерге 7 жыл керек дейді. 7 жыл жаңағы не ғой, қиыншылық жылдары ше. Сол кезде сендердің жаңағы неде сақтағандарың сендерге осы нәрседен көмектеседі, шығару көмектеседі. Алла тағала айтады, сосын барып жыл келеді дейді. Араб тілінде ол Құранда амды келеді. Енді сәна бар, сосын не бар ғой? Ам бар. Және кейбір ғалымдар осы Құран аятына сүйеніп былай деп айтады, араб тілінде сәна да және амда екі сөз қолданады. Айырмашылығы не деп сұрайтын болса айтады, сәна көп жағдайда қиыншылығы бар болса, сол сәна деп қолданады дейді. А егер бір жылда қуаныш болатын болса, оны ам деп қолданады. Өйткені Юсуп пайғамбар сөйтіп қолданған Құранда. Сендерге 7 жыл молшылық болады. Сол молшылық болған кезде бәрі құрт самаңдар, азғын алып қалғандар. Кейін 7 жыл қиыншылық келеді. Енді әркім өмірінде сабасинин 7 жыл келеді. Сосын фихи ам дейді. Юғас дейді, сол жерде не келеді? Жыл келеді дейді. Және Алла тағала Құранда жүр ғаус деген сөз қолданады. Ғаус деген жаңбырдың нөсерлеп жауы. Ал Құранда жаңбыр нөсерлеп жауы қолданылса, рызық несібенің ағылып тегіліп келетінін айтады негізінде ше. Сосын Алла тағала яғсирун деп қолданады еще, сығады деп ше. Кезінде адамдар жемаған болса, енді қазір сығып тұрып жеп тұр да ше. Мысалы смагың ғана ма? Смагың. Ең кереметсің деген. Енді бұл бауырларға да жалпы қарапайым адамдарға енді діннен жаңағы терең ілім алған болса да бәрін айтамын да, Юсуп пайғамбардың қиссасын оқысаңыздар. Юсуп пайғамбар алейхиссалам бізбен сіздерге сабырлықтың несін үйретеді да, жаңағы қалайша сабыр ету керек екен. Енді шыдасаң, бір салада айтар, оқып алсаң, шыдап. Кейіннен сол саланы сен жаңағы қиыншылықтан шығартады. Кейіннен барып Алла субхана тағала саған мықты маман болсаң, не болатын болсаң, саған дүние алдынан да артынан да ағыл тегіл келеді ғой. Бізде жаңағы адамдардың көбісі тез жаңағы эмоция беріп кетеді. Мейлі жаңағы қарапайым халық тез баю мақсатында жаңағы неге қарызға емес кредитке дүние алу болсын, немесе жаңағы кімдердің шәкірттердің оқу аяқтамай жатып басқа нәрсе қызып кетуі мүмкін болса, сол нәрсе бір қателікке душар қылатын сияқты да. Иә, сөзсіз барлық шынымен дәл солай ғой, ақиқат. Егер де біраз осы темаға кіретін болса, діни мәселеге, діни тараптарына кіретін болса, адамның тағы да бір жағында ризығының тарылуына әсер ететін нәрсе ол сараңдық. Иә. Мысал ретінде сараң адамға байланысты бір екі періште келіп түсіп, Алла мынау сараңдық етіп жатқан адамның ризығын тарылды деп айтады дейді. Адам неғұрлым адамдарды өзінің қолындағы нәрседен тыйып, қысып, жаңағындай олар жаңағындай қолында бұған кең, бұған ештеңе қылмайды. Олар Гуччидан киініп жүрген адам біреуге 10 мың теңгеге қарызға беруге қиналатындай болатын, сараң деңгейде болатын болса, қарызға. Ондай болатын болса, ол адамның ризығы тарыла түседі. Өйткені сен басқаларға қалайсың, саған да солай. Сен біреулерге кешірімділік етпедің ба, саған да қаталдық болады, әділдік болады. Сенің хақың бар ма? Хақың бар. Бірақ сонымен қатар сен де дәл сондай жағдайға түсуге дайын болуың керек та. Сен біреуді әңгіме қылдың ба, сенің артыңнан да әңгіме жүреді. Тура солайынан. И адамның осындай ризығының кеңеюіне емес тарылуына әсер ететін жомарттық пен сараңдық мәселесі. Екінші мәселесі рухани тараптарына келетін болса, бұны адамның күнәлары. Адам күнә жасаған уақытта ризығы тарылатын болса, негізі қуану керек. Жаза ретінде келіп жатқан болатын болса. Өйткені сен күнә жасап, бірақ несібең тарылмайса, төгілген үстіне төгіле беретін болса, күнәларыңа қарамастан, онда сені қияметте ештеңе күтіп тұрған жоқ деген белгі болуы мүмкін. Осы жаңағыдай 5 күн жалған өмірде сүріп қалды. Машинамен жүргің келіп жатыр ма? Машинамен ақ жүріп қалды. Бірақ ертең күні ештеңе жоқ. Өйткені қай кезде біз жазалаймыз баланы? Біз оған деген жанашырлығымыз бар кезде жазалаймыз да. Балаған там бәрібір болатын болса, сен күйіп жатыр ма, пісіп жатыр ма, басқа қылып жатыр ма, қарамайсың. Өз-өзімен жүре береді. Тура сол сияқты бұл жерде де осындай бір белгілер бар. Жалпы негізі адамның ризық несібесіне байланысты, рухани ахуал мен жаңағыдай материал ахуалының арасындағы байланыстарына байланысты, діни тарапы негізі тереңірек. Біздің білетіміз тереңірек.
бірақ соған қарамастан ынталандырғым келеді бәрібір де, егер де мүмкіндік болатын болса, қуатты болуды бұл жағынан да. Қаржы жағынан ба? Қаржы жағынан. Тіпті ең бай болмасаң да тым болмаған ақша ұстауды білуді ше. Өйткені әр кезеңнің өзінің бір қажеттілігі бар. Сен жас кезде сенен сұралатын қажеттілік ол білім. Саған ақшаны құяды, мемлекет грантты бөледі, атанаң ақша салады, басқа қылады, жатақхана береді, ұстаздардың өздері келіп сабақ береді. Сенен талап етілетіндігі экспертность. Жас кезінде мейлінше экспертностьқа сала бер. Сен сәл үлкейген кезде уже сенен оқу талап етпейді ешкім. Ол кезде сенен талап ететін нәрсесі қаржы. Өзіңіз де көріп отырсыз ғой, мінекей мысал ретінде, егер де өзің отырып түсіретін болсаң, қаншама видеоны, ол кәдімгідей үлкен еңбек, өте қиын нәрсе. Ал бірақ егер қаржы болатын болса, тік төлеп тастадың, бітті, видеоң дайын, келдің, сөйледің да кеттің. Тура сол сияқты көптеген жобалар бар, небір мықты жобалар бар, бірақ солар жүзеге асуына қаржы жоқ та. Сондықтан сенен бір уақыттар кейін кезде итак та қаржы талап етіледі бірыңғай. Сен ертең 30-ға барған уақытта итак та сенің қаржылық жағдайың әсер етеді. Ал оғанға дейін сен пока жассың ба, экспертностьқа қарата баса беру керек. Егер де ересек адам болатын болса, уже жаңағыдай шығындарды азайтып, кірістерді көбейтуге тырысып, міндетті түрде учет жүргізіп, шығындардың барлығын жазып отырсаң, қай жаққа жұмсамау керек екенін түсінесің. Кірістердің бәрін жұмсап отырсаң, қай жаққа жұмсау керек екендігін түсінесің. Сондықтан осы сияқты элементарный мәселелер ғой. Жалпы қаржы сауаттылығын бір ретінде кірістер мен шығыстарды жазып отыруға кеңес бересіз ғой? Әлбетте. Мен сауатты адам ретінде деп айтпай ақ қояйын, мен тура өзіңіз сияқты адаммын, исламтанушымын ғой ең әуелгі моментте. Бірақ біз өзіңіз оқыған сияқты, мен де ислам экономикасын оқыдым. Енді екеумізді бір жағынан осы подкастқа келіп отқаннан сол нәрсе шығар. Шығындар жазсаң, сен ақшаларың қай жаққа кетіп отқанын түсінесің, ол шығынды азайтудың жолдарын табасың. Кірістерді жазып отырсаң, сен кірістердің көбісі қай жақтан келіп отқанын түсінесің да, сол жақта кірісті көбейтуге уже ақша салудың, жұмсаудың жолдарын табасың да. Ол кіріс пен шығысты жазуды жалпы сол үшін керек. Бізде исламтануда білесіз, теңдесі жоқ кітап имам Ғазалидің Ихия улумидин кітабы. Ихия улумидин кітабында не бар, нәпсін тәрбие жолдары дейтін бап бар ғой. Сол жерде не бар, мурақаба деген бар, мухасаба нәрсе бар. Мурақаба өзін бақылау, мухасаба өзі есеп беру депші. Мурақаба сөзіңіз былайша айтқан кезде мухасаба деген өзі отчет беру. Одан да муғақаба жазалау дейтін баптар бар ғой негізінде. Нәпсін тәрбие жолдары. Егер сол жағын айтып былай қарайтын болсақ деймін да, бізде білесіз, пайғамбарымыз айтады, қиямет күні адамның төрт нәрсе сұрамағанша қимылдамайды деп. Соның бірі дүниенің қалай келді және қалай жұмсады. Сол жерде айтамын да, біз енді керемет жерлерде айтылатын болса, көп дін ұстанатын адамдар сен батыстың идеологиясын тығып жатсың, немесе философия салып жатсың деген сөз айтады ғой. Негізінде шығысы мен кірісін есептеп отыру негізі дінде бар нәрсе ғой негізі. Өйткені мухасаба, мурақаба нәрсе есеп беру ғой. Соның арасында ертең қиямет күні әрқайсымыз, менде сізде қаржымыз қалай келді, бір бөлек әңгіме, екінші қайда жұмсадық. Келгенше менде қаржым есеп қарайсың, көбісі негізі андай орынсыз жұмсалғандар байқалады ғой, кейіннен ол орынсыз екені алып тастайды. Сонда бір несі бар, 100%. Өте маңызды деп ойлаймын. Сонымен мынандай нәрсе бар да, кәсіпкерлік. Кәсіпкерлікке енді көп кездеседі. Өткенде бір біз Қонаев қаласында тұрамыз, дүкенге кірсек, бір бауырымыз кірді, дүкен иесіне айтып отыр да, мен кәсіпкерлікті обналичить етіп бересіз ба дейді. Мен түсінбедім, ол қалай не деген сөз екенін, сөйтсем береді, кәсіпкерлікте ақша жұмсай ма, сосын жаңағы дүкен иесі наличке береді екен да. Сосын ана кісі барып жаңағы 3 ай болсын төлеп жүреді дейді. Кәсіпкерлікті обналичить етіп берді. Сондай болды. Кейіннен жаңағы бір кісілер айтып жатыр, енді кәсіпкерлік жақсы болды, киімді аламыз да, сосын 3 ай бөліп аспай төлей береміз деген сөз айтып жатыр да. Енді халық андай не дейді, соған үйреніп алған. Кейіннен осыған қатысты мамандардан сөйлесек, кәсіпкерлікке қатысты. Бізде Алматы облысы бойынша мен неге тағайындады, пәтуа бөлім жауапты маман ретінде тағайындады, бас имамымыз Мадияр Тағайбайұлы. Кейіннен осы бірінші қызметке орналасқаннан кейін мен көрейін дедім да, экспертте қайтып жұмыс істейтін. Сөйтіп Алматы қаласы келемін. Алматы қаласы бізде Елбек дейтін ағамыз бар, осы пәтуаға жауапты Алматы қаласы бойынша. Сол кісі сұрақ қойып отыр, адамдар халық жауап орталық мешітте. Сөйтіп ол кісіден сұрайды, кәсіпкерлік жайлы сұрақ қойды. Сол ол кісі тұрады, жауап береді. Осыған қатысты кәсіпкерлік шариғатқа сай келмейді деді. Сай келмейді. Неге дейтін өйткені кәсіпкерлікті анда егер белгілі күннен кешігіп қалатын болсаң, онда ғарама, яғни жаза төлеу бар деді. Ол шариғатқа қайшы нәрсе деп айтты. Бүгінде кеше де айтты ғой, Монжар Қалықов ұстазым айтқан, бұл нәрсе егер келісетін болса жаза ретінде, және ол ақша садақаға баратын болса, проблема жоқ деп айтты.
шариғат бойынша ше. А егер ол бір маңын қалтасына баратын болса, шариғат қай шамалы деп айтады. Енді кәсіби ретке қатысты негізінде халық жеңіл қарап кеткен сияқты да. Және тіпті кейбір дін ұстанатын адамдардың арасында бұл қолдану бар. Иә, дарурат, яғни қиыншылық кезінде рұқсат қой енді алуға, бірақ енді бұндай деңгейде тіпті табысын жақсы, жаңағы кірісі 600-500 мың адамдардың өзі кәсіби ретке отырып көресің да. Мына жерде мәселе басын ашып кетейін. Бағанағыдай егерде ол например, кредитті кешіккен уақытта егерде төлейтін болса, ол кредитті беріп жатқан адамға баратын болса, харам. Егерде ол садақаға баратын болса, халал деген әңгіме мына жерден шығады. Ислам банк жүйелерінде ақша арқылы жазалау мәселесіне Мәжмағ фиқх ислами рұқсат берген. Бірақ ол жерде бір шарт бар. Бөлек счет болу керек лицевой, арнайы, соған арналған. Бөлек болмаса тіпті юрлицо болу керек. Яғни мысал ретінде біздегі, например, исламский банктар қалай жұмыс жасайды? Исламский банк бар, плюс бөлек мына жақта юрлицо ашады. Яғни благотворительный фонд ашады, қайырымдылық қорын ашады. Осымен жаңа адамдарға кредит береді ғой. Сонда кешігіп жатқан уақытта жаңағыдай үстіндегі пеняны мына кісіге алмайды. Пеняны сразу мына жаққа қарата түсетін болып отырады да. Изначально договор солай составляться етіледі. Ондай болса рұқсат. Бірақ біздегі жүйелер олай жұмыс жасамайды. Кәдімгідей дәстүрлі банктердің жұмыс жасау жүйесі ондай емес. Мынау нелер ғана сондай, көбінше енді ислами банктар онда да толыққаны көшкен болатын болса. Сол сияқты жаңа кәсіби банкта клубтың мүшесі болған себепті жылына ма 5000 бірдеңе теңге төленеді. Бұлардың бәрі негізі ислами қаржылық жүйеге сәйкес бұлардың бәрі қайшы нәрселер ғой. Алу 100% харам. Каспи ретпен немесе кәдімгідей банкпен, басқамен рассрочка алуда, кредит алуда екеуде харам. Тіпті егерде сенімді болса да өз-өзіне төлей алатындығына, я мысалы мен бір кола, там кішкентай бір 2-3 мың теңгелік заттардың өздеріне, енді 3 мың теңгелік емес шығар, там белгілі бір сумма бар, пороговый суммасы. Кішкентай нәрсенің өзінің рассрочка бөліп алып жатқандарын да көрдім. Бірақ ол жерде мынау сияқты ерсінсіз бір жақсы мысал келтіреді. Например, мынаны кешіксем риба төлеймін деген нәрсе, мен кешігіп қалсам арақ ішемін дегенмен бірдей дейді. Сен егерде сенімді болсаң да уақытымен төлейтіндігіне, сен сонда арақ ішуге сонда келісіп тұрсың ба деген сияқты. Мынау контракт уже дұрыс емес деп айтады. Мынау контракт дұрыс емес болғандығы үшін ондай қызметтерді пайдалану негізінде шариғатқа сай емес болып есептелінеді. Иә, енді алып қойған адамдар бар шығар, біз ешкім кінәламаймыз, тек қана алдын алу ісі. Шариғатта сәді зарет бар, бір істің күнәласың болмай етіп алдын алу деген сияқты. Яғни адамдар мен байқағаным қоғам тіпті жеңілдеп жүрген сияқты осы мәселені. Енді оңай қарайды. Үйреніп қалған. Мынау мен бір қызық айтайын. Біріншіден шапоголизм деген ұғым бар. Шапоголизм деген сен стресспен сауда арқылы күресесің. Мысалы ретінде сенде стресс туындайды ғой, қандай да бір. Сол уақытта әркім өзінің әртүрлі зависимостьтарына секіріп кетеді. Біреуде ол азартный ойындар, біреулерде ол арақ, біреулерде ол басқа, біреулерде ол шапоголизм. Стресс қысып неғып басып кеткен кезде расслабиться ету үшін шопингпен айналысады, яғни біраз сатып алумен айналысады. Сосын оны көріп отырғаннан кейін ана ішіне кіргеннен кейін сатып алғысы келеді. Өйткені сатып алу дофамин бөледі адамның басына, белгілі бір окситоцин бөледі. Адам қарапайым тілмен айтқан кезде ләззат рахаттанады. Бақытты гормондар ғой енді. Мақсатына жеткен сияқты сондай бір әртүрлі гормондар бөледі, сонымен рахаттанады. Осы нәрсеге адамның тәуелділік пайда болады да. Оның енді сатып алу моменті қызықта болған. Кейіннен оны пайдалану емес, ол біраз уақыттан кейін жатып қалуы мүмкін. Сәт сол. Болмашы бір 200 теңгелік, 300 теңгелік заттар болатын болса да, уайл бересін үшін мысалы ретінде атып жатыр. Уайл бересін үшін болмашы бір 200-300 теңгелік мыңдаған, миллиондаған заттар бар да, алып бересің да осы нәрсемен. И бағанағы кредитный карталардың мәселесі осы шапоголизмға негізделеді. То есть адам өзінің стрессін басқасын басу үшін ана неғылам басқалған ана ішіне кіреді. Сосын ана іште уже сатып алудың мүмкіндігі өте оңай қылып тастаған. Прям жазып қояды. Сен оны сатып алсаң, айына бар болған 5000 теңге төлейсің дейді. Онда құрсын 5000 теңге табамыз ғой айына дейді. Сонымен ала салады да. Бұл 2008-де мысалы Америка құрама штаттарында үлкен кризис болған уақытта, соның бірден бір себептері осы сияқты раздутый нәрселер деп айтады, кредитный карталар деп айтады. Ол уақытта да арнайы тіпті орталықтар ашылған, осы жаңағыдай шапоголизмнан, жаңағыдай кредитный картаның жаңағыдай тәуелділігінен құтқаратын. Кәдімгі анау кім Джон Аллер өзінің кітабында баяндайды, біз сондай орталық ашып жұмыс жасадық деп жаңағы бір кісінің сөздерін келтіреді. Сол уақытта есіктің алдында осындай үлкен стеклянный кувшин тұрды дейді. Адамдар келген уақытта жаңағыдай құмыра тұрады да, үлкен.
соны жаңағыдай адамдар өзінің картасын кеседі дейді да, соның үстіне тастайды дейді келген кезде. Кәдімгідей ана тәуелдікпен күресетін орталықтар ашқан ғой, адамдардың кредиттерін жабуға көмектесетін, адамдардың жаңағыдай тағы да сатып ала беремін дейтін нәрсесіне құтқарудың. Өйткені сен кей кезде алсам екен деп ойланып тұрасың ғой кредитке. Енді сен ойлан, бізде еще более-менее анау неде бұрын қалай еді, бір құжаттар жинайсың, ананы істейсің, кішкене екі ортада бір уақыт береді ғой. Ештеңе керек емес, бардың да анау картамен тық баса салдың, бітті зат сенікі де. 3 ай асықпай, 4 ай асықпай төлей бересің, 6 ай асықпай төлей бересің. Кредитный карта бар. Бір кісімен сөйлескенбіз, кез келген қоғам қандай екенін білу үшін не нәрсе көп соған мән беру арқылы білуге болады дейді. Мысалы үшін неде Мысырда енді біз оқыған жерде кітапханалар көп та, өйткені Аляска университеті бар, және елдің бәрі ілім үшін келеді енді, және кітап өте көп өтеді. Және ол жақтан да канцелярский товарлардың түрлері бар, андай көп та енді, андай неше түрлі сапалы неде шығарды, қалам, ручкалар, адам андай жазумен сызатын адамдарға бұл қызық қой, енді қалған қызық болмаса да. Әдемілері бар, тартады. Ал біздің елде көп қарасын не деп та, зайымдар өте көп қой. Біз айтпай ақ қойшы, үлкен банкты айтпай ақ қойық, бірақ андай микрозайым, андай зайымдар қапта кеткен. Бұл да біз халықтың несін білдіретін сияқты, жаңа тәуелділік білдіретін сияқты. Тәуелділік бар, зависимость бар. Жақсы емес, әлбетте ол жақсы емес, ол семьяны асыраудың жолы емес. Любой финансистский подтвердит бұны. Мүлдем выгодный нәрсе емес жалпы бұл нәрсе. Енді біздің бұл подкаст осы бір ойланып жүрген адамдар болды енді. Алассам ба деп жүрген немесе сонда бір ойда жүрген адамдар болса, бір тосқауыл болса, бір алдын алу болса да ойлаймын да. Біздің осы Нұржан не бар ғой? Стамбаки ұстазымыз. Нұржан ұстазымыздың исламда өсімқорлық деген кітабы бар екен. Енді магистрлық диссертациясы кейін кітап алып шықты. Мен айтатын сол кітапты оқысаңыздар деп. Енді біз Нұрмаратта кеше 2 теңге алдым. Қатты сума емес, бірақ кітаптың несін андай айтады да, ой. Өсімқорлық бүкіл қоғамда болған екен ғой. Сол мысалы грек қоғамында андай болған екен да, бұрында адамдар қарызы береді ғой, өсімқорлық беретін болған. Біздің баяғыда ауылда сондай болатын, Ақшиде. Кейбір кісілер сөйтіп 100 мың теңге ұстайды мысалы, соны береді, келесі айдан 100 мың қайта көресіз. Адамдар соны алатын. Біз кішкентай кезімізде ше. Сол сияқты әрбір ауылда сонда болған ғой енді, өсімқорлық ақша беретін банктер болмай тұрып. Енді қазір сол жаңа кітапта айтады да, гректе сондай болған екен, ежелгі гректерде. Мысалы сіз маған ақша сұрасаңыз, мен сізге ақша беремін. Кейіннен келесі ай келеді, қосылады. Қайға қосылады? Кейін әлі борышкер, қарыз алған адам ақшаны бере алмай өзі қарызға бат түнде менің құлым болып кетеді екен. Күшті екен, жоқ, сол заманда болғанда. Жоқ, енді қазір айтамын да, қазір қоғаммен ше. Бір нәрсе ғой, почти деген. Қорсың ғой, дәл сондай құлсың ғой. Адамды бір құл қылып тастайды енді. Енді анақты гректер адам құл болатын болса, қазір банктен құл болып кететін сияқты. Сол нәрсе енді білейін, көп адамдар бір мүмкін ренжитін шығар, сен біздің жағдайды білсең, білмесең деген сияқты адамдар ренжіп қалуы, бірақ ақиқат қой енді. Істің ақиқаты ол солай. Ол біріншіден ақиқаты солай. Екіншіден адам егер шын зәру болса, онсыз болмайтындай болса, әлбетте оған ол халал. Ол әрине. Мысалы ретінде 5 баламен тамақ таба алмай отқан адам кредит алып, егер де сонымен отбасын жауып жатса, тамағын беріп жатса, оған ол халал. Мы не об этом сейчас. Ол емес біз. Біздің қазір талқылап жатқанымыз, үйге новый шкаф алайық, үйге новый стиралка алайық, үйге новый мынау не алайық деген нәрсе біз айтып жатқанымыз. Ал анау не жаңа зәрулік жағдайда, әлбетте ол халал. Ол ашқалумен жаңа кредитный таңдауға тура келсе, әлбетте сен оны ала аласың. Мен сол жаңа көрермендерге ұсынып отырмын, сол Нұржан ұстазымыздың кітабын оқылса депші. Өте керек нәрсе деп ойлаймын, өйткені біздің қоғамда да кредит яғни өсім кірмеген үй қалмаған шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадис бар, біз Мысырда жүрген кезде Мысыр елінің үлкен ғалымдары Абу Зухра деген кісінің Бухус фи риба деген кітабын оқыды, риба жайлы зерттеу жұмыстары ғой, өсімқорлық жайлы. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұғжиза айтады, Алла айтқан айтады, қиямет қайым жақындаған кезде өсімқорлықтың шағын кірмеген үй қалмайды депші. Біздің қоғамда мысалы сол пайғамбар айтқан сөзін бір несіге айтқан сияқты, ақиқатшы. Сол нәрсе орнап отыр. Сол Алла тағала Құранда бірнешеде өсімқорлық жайлы айтады. Сол өсімқорлық жайлы айтқандан ішінде ең ауыр тиетін білесіз қайсысы? Бақара сүресінің аяты ғой. Алла тағала айтады, әллазина якулуна риба дейді. Рибаны жейтіндер дейді. Және имам Рози айтады, бұл жерде жеу деген мақсат тек қана рибадан пайда адам айтқан жоқ дейді. Өйткені пайғамбар айтқан Алла тағала лағнет деген дейді. Кім дегенде риба алушыны.
риба жеушіні соны куәлік ету үшін соны адал еткенде деп айтады ше. То есть андай рибаға кімнің қатысы болатын болса өсімқорлыққа пайғамбарымыз бәрін алған теген дейді. Ана хадисті оқып тұр кәдімгі жүрегім ауырады да, енді не деген сұмдық нәрсе деп арада айтады ше, алла тағала баяндайды. Енді мына араб тілінде біз енді Нұрмұратта мен балиғадан сабақ беремін да, риторикадан. Риторикадан нәрсе бар да, тәшбих, тәмсил деген бар да. То есть мына жақта бір сөйлемді теңестіру. Мысалы түсінікті қылып айтсақ, өткенде кімнің Дулат Исабеков кітабын оқып жатырмын, Гауһар атасының сол жерден өзінің бауырын сипаттап жатыр, Абрыш деген бұлшықеттерден мықты кісі бүйтіп ше. Сол бұлшықеттен сипаттап жатқан кезде бұлшықет мықты екен, жаңағы мына жақта суда жүрген балық сияқты дейді бұлшықет. Бұлшықетті бүйтіп жинақтаған бүйтіп ойнайды бүйтіп сол сияқты бір сөйлеммен ұқсас айтады. Сөйтіп Алла субхана тағала риба, яғни өсімқор жейтін адамдар былай деген әллазин якулун риба ла яқуму илля кама яқуму лази яхаббаттаху шайтан минал мас дейді. Ол не деген сөз дейсің? Риба жейтін адамның мысалы дейді. Мұндай да мысалы ана жын ұрған кезде жынданып қалатын адам бар ғой, сол сияқты тіріледі дейді. Қиямет қайымда. Анда есеңгіреп тұра алмайтын адамдар болады ғой, мынау кей адамдар ол кезде есеңгіреп өзінің не істеп жатқанын түсінбей жатқан адамдар сондай болады дейді. Және имам Рази рахимахуллаху тағала осы жерде түсіндіреді, неге теңестірген депші. Біріншісін айтады, себебі ертең қиямет қайымда Алла тағала Құранда баяндағандай, қиямет қайымда сүрленген кезде, адам тірілген кезде тез қабірден шығады екен да, тек қана риба жейтіндер тез шықпайды екен, есеңгіреп тұрады екен. Және бұған дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Исра Миғраж кешіне оқиғасы дәлел екен. Пайғамбарымыз Исра Миғраж кешіне барған кезде адамдарды көреді дейді, іштерді орнын тұра алмай айтқан дейді. Сөйтіп жаңа жауап айтқанда іштерін дәу таста тұрған сияқты. Сөйтіп пайғамбарымыз Жибрилден сұрайды, Жибрил бұлар кім деген кезде Жибрил пеш айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи бұлар рибамен күн көргендер деп. Рибамен күн көргеннен кейін сол себепті оны осындай күйде болады дейді. Екінші мағынасы дейді имам Рази рахимахуллаху тағала, екінші мағынасы дейді, бұл жердегі жаңағы жын ұрған сияқты тұрады деген мағынасы дейді. Не деп айтады? Адам дүниеге қатты қызыққан кезде ақын жоғалтылады дейді. Бір нәрсе қатты қызасың ғой кейбір кезде, ақын жоғалтылады. Ақын жоғалтылған кезде адам не нәрсе істеп жатқанын, не нәрсе істеп жатқанын ажырата алмай қалады. Сонда болды кейбір кезде адам бір нәрсеге адам қатты шахват қозған кезде, бір затқа немесе ләззатқа артынан ерген кезде сөйтіп адам ақын жоғалтылады. және сол имам Рази рахимахуллаху тағала екінші түсіндіреді, неге жаңа шайтан ұрған сияқты жын болып тұрады деген. Себебі бұл дүниеге қатты қызыққан себепті, қандай да жолмен болса, тіпті өсімен болса да ақша табуға тырысқан себепті қиямет күнінде солай тұрады дейді, жын ұрған сияқты. Сол себепті бұл Алла тағала Құранда ең ауыр сипаттағанда, мынандай бір имам Құртубиде қойып қателеспесем бір оқиға кетіреді. Бір күні имам Маликке бір кісі келеді де былай деп айтады: имам Малик дейді, мен бір мас болып нашар күйде жүрген адамды көрдім дейді да. Сөйтіп айттым дейді, егер бұдан да асқан ауыр күнә болған болса, мен әйелім талақ болсын деп айттым дейді. Енді бұл мен айтқан дұрыс па, әйелім талақ түсе ме түспей ме деп сұрадым дейді. Имам Малик мен жауап бере алмаймын, ертең келіп айт дейді. Сөйтіп ертесі күні келген кезде имам Малик айтады: сен әйелің талақ болды деп. Не үшін деп сұрайды. Сол айтады: мен Аллах тағаланың кітабын қарап шықтым. Сөйтіп Аллах тағаланың кітабын қарап едім, Аллах тағаланың кітабында өсім алатыннан, өсім беретіннен артық үлкен кітап тапқан жоқпын деп. Өйткені дейді, Алла тағала Құранда айтады, кім деген өсім әлететін болса, аяттың жалғасында Аллах тағаламен Аллах тағаламен және оның елшісімен соғысқа шыққанмен тең депші. Енді мен айтып жатқан нәрсе айтырмын, мен өзіме осы мәселе қатты батады да. Енді ағайындар болсын, араласқан адамдар болсын, өте көп неге жауап жатады. Енді бәріміз ортақ сол нәрсе деп ойлаймын. Бір діни сенімде жүрген адамдар болатын болса, осы бір оқиға нелер, жаңағы аяттар, хадистер адамның керек емес кредиттен тоқтататынса деген ғой. Немесе өсімқорлық байланып жүрген кісілер болатын болса, кішкене бұл дұрыс емес екен, шариғи негізде деп тоқтауға себепкер болса деген ниетте айтып жатқан дүниелер. Өзіңіз тағы не қосасыз осыған қатысты? Қосатын сағатта бір ой жоқ. Негізінде енді ешкім бір еріккеннен кредит алмайды. Қажеттілік деп есептейді. Немесе қатты бір қызығып кей кезде көңілі ауады, сосын байқап немесе байқамай алып қояды ғой енді. Бірақ негізі жалпы бұл баюдың да жолы емес, бизнес бастаудың да жолы емес, үйге новый мебель алудың да жолы емес. Үйдегі шкаф ескілеу болып, бірақ отағасын көңілі тыныш болған жақсырақ қой.
еңбек етіп тапқан малдың берекесі көбірек қой жалпы. Алла баршамызға да енді ондайға жағдайға түсірмесін. Оңай жағдай емес, ол бір бағанағы айтқандай құлдық немене енді қиын ғой. Қарыз кез келген қарыздың өзі оңай емес. Сен өзің ойла, сен қарызың еще көбейетін болса қалай болады. Сондықтан Алла ешқайсымыз басымызға да салмасын. Басына қарыз барларға Алла жеңілдік берсін. Дұғаны көп айту керек. Аман есен шығып кетсін ол қарыздардан, байып кетіп мәссаған әлде де адамдар қарыз ала ма деп ойлайтындай деңгейде, ұмытып кететіндей деңгейде Алла айтып жіберсін. Берекелері артқай. Амин, солай болсын. Иншалла осы подкасттың соңына жағын дұғаны жазып қою. Сіз айтқан дұға бар, екінші дұға бар. Ғалуатадайдың қақыры риджал деген. Сол дұғаны соның арабшасы жазып қойсақ, адамдар қарызға кіріспей қойса, керісінше иншалла садақамен беретін жолдар көбейтіп, иншалла табыс көздері көбейіп, ешқайда неге кірмей қойса екен, қарызға кірмей қойса екен. Мен соңғы кезде айта салатын не бар да, бір-екі мәселе. Пайда ретінде айтайық, мен кеңес айтқым келіп отыр адамдарға. Нұржан Станбеков ұстазымыздың «Өсімқорлық» деген кітабын оқыса деп. Кітап қымбат емес, 2000 теңге тұрады, болмаса басқа жолдарды алып оқыса. Сосын мен тағы бір байқадым, біздің қазақ тілде жазылған осы рызықтарды көбейту және сақтауға қатысты кімнің кітабы бар екен? Құрманғали ұстаз. Рызық деген кітап, енді пайдалы нәрсе бар, өте көп нәрсе бар. Ана Шәкәрім ұстазымыздың, Шәкәрім атамыздың өлең шумақтарымен не үшін ақша жинау керек деген нәрсе күшті ашады да. Енді уақыт қысқасы айта алмай жатыр. Бірақ сонымен қатар кейбір мамандардың беріп жүрген, тіпті діни негізде жүрген бауырлар кейбір кітапты насихат береді. Осы кітапты оқып, мысалы үшін «Самый богатый человек Вавилон» деген кітапты насихаттайды. Соны кітапты оқитын кезде кейбір кезде мен айтып нәрсе фильтрмен оқыса екен деп. Өйткені ол жерде кейбір пункттар бар, өсімқорлық ақша беру керек деген нәрселер бар. Соны айтмай нәрсе, ондай кітаптар оқысаңыздар, сонда кейбір шариғатқа қайшы келетін жерлеріне бір фильтрмен оқыса екен деймін да. Өйткені ол кітапта айтқан нәрселер, кейбір дүниелер ислам шариғатына қайшы келетін нәрселер бар. Енді бізде өкінішке орай уақытымыз таусылып қалды. Әбеке, бұдан да артық сөйлескіміз келген, негізі шынын айтамын. Ашсақ деп, Алланың сәтін салса тағы бір жолықсақ, осы бір тақырыпты қозғап, иншалла бір. Егер ондай тақырып былай ашылатын болса керемет қой. Ондай болса менде де кішкене ойланып жинақтап келейін, жақсы ғой. Керемет, маған ұнады. Сіз өте терең ашып отырсыз машалла тақырыптарды. Жалпы мақсат алғашында ойлағанмын, олай күрделі болып кететін шығар деп ойладым да, сөйтсем жоқ, керісінше өте тамаша. Пайдалы болса болды. Ең басты шәкірттеріміз, ілім алып жүрген бауырлар қазірден бастап нені ақша табуға кенжелет, бәрі өзінің мамандығын арттырса деген ниетіміз бар. Екінші, осы тыңдап жатқан адамдар қарыздар болатын болса, қарыздардың бәрін жауып тастауды Алла нәсіп етсін. Өзімде бір елемейтін нәрсе бар ғой, өзімде жеңгеңнің махрын бермеген ғой мен. Жоқ, соны сол жүрдім да, негізінде сол алғашқы төлеп болдым. Айтқан нәрсе ол да қарыз беру керек, оны ұмытпау керек. Бізде көбісі хорошо, что бізде махр деп пайыз жоқ дейсің. Махр деп пайыз жоқ. Оны тағы адамдар елемейтін нәрсе бар, соны иншалла елеселеген нәрсе бар. Қарыз кірмей қойып, Алла Тағала шариғаттың көрсеткен жолымен табыс тауып, иншалла рызығымыз адалынан болу нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, енді бүгін біз өзекті мәселелерді қозғауға тырыстық. Шәкірттерге осы немесе халықтың арасында жүрген өзекті мәселелерді қозғауға тырыстық. Егер сіздерге де мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, соның эксперттерден білгіңіз келсе және діни тұрғыдан бір талдауға керек болатын болса, иншалла жазып кетіңіздер комментарияға. Біз иншалла соларды қозғап, тағы да болашақта осындай подкаст түсіруге ниеттеміз. Жақсы, баршаңызға рахмет. Алла разы болсын.